Алдағы 4 жылда ішкі нарықты толық өз қамтымызбен қамти алмайтынымыз анық, бірақ егіс алқаптарын кеңейту жоспары бар. Бүгін сала министрлері қантқа қатысты сан-саққа жүгіретін пікірлерге жауап берді. Әуелі сөз алған сауда министрі шекерден тапшылық жоқ, қарбалас қолдан жасалып отыр деді. Ресейден импорттауға тыйым салған соң Үнді мен Бразилия асып алдыртып жатыр екен. Онда ол бразилиялық тауарға жатады, сондықтан баға құбылмалы. Ал негізгі елдегі зауыттардан көтерме бәсі 450 теңгеден шығып, өңірлерге жеткенше 600 теңгеге тақайды. Жалпы 72 мың тонна қор бар, оның ішінде 29 мың тоннасы қант құрағы енді өндіріледі. Тағы 12 мың тоннасы жолда. 1,5-2 айлық қор әрқашанда бар. Сондықтан ешқандай ажиотажбен жүгіріп барып сатып алуға ешқандай жағдай жоқ. Бұны осыған шақырамыз. Ал енді мына сатып алушылар, делдалдар осыны қолданып бағаны көтеріп отырса, заңсыз бағаны көтеруге жол бермей жұмыс жүргіземіз. Бізде жыл сайын 10-12 мың гектарға қант қызылшасы егіледі. Ол Жамбыл облысы мен Алматы облысы. Павлодар облысында да негізі перспективасы зор. Қарағанды-Ертіш каналдың бойында да суармалы сулар көп. Сол себептен қазір біз арнайы концепцияны дайындап жатырмыз.